Bir қорқынышты теорияны айтып беремін. Бәріңіз байқаған болсаңыздар, айфонның логотипі ол тістелген алма. Ал біздің дініміз бойынша Хауа анамыз Алла тағала тыйым салған алма талынан шайтанның алдауымен алма жегеннен кейін жер бетіне жаза ретінде түсіп қалады. Әрине адам атамызбен бірге. Міне осы үшінде айфонды шайтанның телефоны, ал оны шығарған адам ғой, вообще жанын жынға сатқан деп айтып жатады. Бірақ енді мені тыңдаңыздар, ізденіп бірдеңе таптым. Неге Стив Джобс, яғни айфонды ойлап тапқан адам компанияның атын именно алма деп қойды, яғни Apple. Өйткені ол өзінің компаниясын ашпай жатып алма шығаратын фермада жұмыс жасаған екен. Оның айтуы бойынша сол алма фермасында жұмыс жасап жүріп біраз нәрсені үйреніп көзі ашылған екен. Осы үшін алма оның өміріндегі ең басты жеміске айналыпты. Ал уже логотипті ойлап тапқан, яғни тістелген алманы ойлап тапқан уже мүлдем басқа адам.